Мерседестің фанаттары алдарыңызда 212 кузовтағы Ешка 200 Авангард, объемы 1,8 литрлі бензин 2010 жылдың 6 айында шығарылған, 172 мың километр жүрген. Оңтүстік Кореядағы бағасы 2 миллион 650 мың теңге. Қазір осы автокөлікті толықтай қазақ номерге есептейтін боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сыртқы келбеті деген осындай сорт түсте өте керемет жағдайда. Туманик, LED оптикасы, алдыңғы парктроник, дискті қараңыздаршы, өте әдемі диск бізде. Ішкі моторы енді жылтырап тұр. Химчистка, техосмотр барлығын өткен. Себебі автокөлік қазір оңтүстік Кореядағы номер 1 автосалонда тұр. Пробег айландыру деген мүлдем жоқ. Орындықтарымызды жылытқыш, память сиденья, плавающий және де электропакет бар. Мінекей мультируль, рульдің жағдайын қараңыздар. Еш шаршамаған 2010-нан бері. Кондер, артқы бізде камерасы, печкасы барлығы керемет жұмыс істейді. Үстінде бізде люк бар. Медиасы толықтай сенсорлы басқарма жүйесі. Енді бұл автокөлікті Алматыға дейін жеткізу үшін 1 миллион 350 мың теңге төлейсіздер бүгінгі курспен. Доставка $2000, $500 біздің қызмет ақымыз. Сонда Алматыға дейін бұл автокөлік 4 миллион теңгеге тоқтайды. Автокөліктің бірден жағдайына келсек те болады. Осы сайт арқылы страховой историясын да көрсеңіздер болады. Қазір барлығын көрсетіп айтып кететін боламын. 2 случай болған деп тұр, мына жерде қараңыздар. Міне 2 миллион 889 мың вон жұмсалған екен. Бұл теңгеге шығатын болсақ, бір 700 мың теңгеде жұмсалған. Өте қатты бізде ДТП онда ешеңе болған жоқ. Себебі сүйегінің барлығы аман. Замен деталь болмаған запчасть. Міне жап-жасыл барлығы. Енді бұл автокөлік Алматыға келген кезде 600 мың теңге растаможка төлейсіздер плюс-минуспен. Утилизбор объемы 1,8 болғаннан кейін 688 мың 100 теңге төлейсіздер. Первичка 1 миллион 996 мың 100 теңге, және де сос кнопка, сертификат, услуга брокера 500 мың теңге. Сонда қазақ номерге бұл автокөлік 7 миллион 750 мың теңгеге тоқтайды. Осы жақында ғана шыққан, осы айдың 15-і сатылымға. Сондықтан да алам дейтін болсаңыздар, бізге байланысқа шығыңыздар. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, 7 миллионға Кобальт алған дұрыс па, немесе осындай Мерседес, немецкий автокөлікті алған дұрыс па? Әлі тағы да 10 жыл төтеп беретін. Өз пікірлеріңізді жазыңыздар, біздің WhatsApp группаларымызға қосылыңыздар, осы комментарияға жазыңыздар. Өз бағасына лайықты ма?